Мен Утибаева Дамеля Зайроллақызы, жаңадан Мусин атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжінің информатика пәнінің оқытушысымын. Сіздерге Google формалар арқылы тест құру әдісі тақырыбында сабағымды ұсынамын. Тест жасау үшін ең алдымен кез келген браузерді іске қосу керек. Әрі қарай Gmail почтамызға кіріп, Google қосымшалары тізімінде диск қызметін таңдаймыз. Онда создать, еще, Google формы, создать пустую форму командасын орындау керек. Тест режимін қосу үшін настройки терезесінде тесті парағын ашып, тест режимін іске қосамыз. Онда показать оценку, бағаны көрсету сразу после отправки формы пункті қалады. Төменде видно пользователю, қолданушыға көрінетін пункттерді таңдауға болады. Мысалы, студенттерге дұрыс жауаптары көрінбеу үшін осы пунктті алып тастауға болады. Правильный ответы пунктін алып тастауға болады. Сохранить батырмасын басамыз. Новая форма өрісіне тесттің атауын жазуға болады. Описаниеға тест туралы қысқаша сипаттама. Тесттің тақырыбы жазылғаннан кейін төменде сұрақтарды жазуға өтеміз. Вопрос без заголовка өрісіне сұрақтың өзін жазамыз. Оң жағында один из списка тізімін басқанда бізге сұрақтардың түрлерін көрсетеді. Мысалы, бірінші сұрақ бізде аты жөн болса, бұл сұраққа жауап текст строка. Егер бұл сұрақ міндетті болса, обязательно вопрос пунктін басу керек. Жаңа сұрақ қосу үшін оң жақ мәзірде добавить вопрос батырмасын басамыз. Сұрақтарды енгізуді жеңілдету үшін оларды Word бағдарламасында алдын ала дайындап алған жөн. Олардың көшірмесін алып, қалыптарға енгізуге болады. Мысалы, файл деген не? Бұл сұрақтың түрі один из списка, яғни тізімнен бір ғана жауап дұрыс. Нұсқалардың көшірмесін алып, кірістіреміз. Дұрыс жауапты көрсету үшін ответі пунктін басып, осы сұраққа берілетін балдың санын, одан кейін дұрыс жауапты көрсетіп, готово батырмасын басамыз. Егер ол міндетті сұрақ болса, обязательно вопрос пунктін шерту керек. Google қалыптарға тексттен басқа суреттер мен бейне материалдарды қосуға болады. Мысалы, төмендегі құрылғы қалай айтылады, осында біз сурет кірістіреміз. Суреттер мен бейне материалдарды алдын ала дайындап алған жөн. Мысалы, төмендегі құрылғы қалай айтылады, суреттің өзі, жауап нұсқаларын көшірмесін алып, қалыптарға кірістіреміз.
Тағы да дұрыс жауабын көрсетеміз. 1 балл. Готово, батырмасын шертеміз. Мысалы, Microsoft Office құрамына кіретін бағдарламаларды белгілеңіз сұрағында бізде бірнеше жауап дұрыс болып саналады. Сондықтан бірнеше нұсқаны белгілеу үшін жауаптың түрлерін несколько из спискаға өзгертеміз. Жауабын көрсету үшін ответті батырмасын басып, дұрыс жауаптарды белгілейміз. Тестіміз дайын болған кезде просмотр батырмасын басып, әрбір сұрағымызды тексеріп аламыз. Егер барлығы дұрыс болса, тестімізді жіберуге болады. Ол үшін отправить батырмасын басып, электрондық почта арқылы жіберуге болады әрбір студентке, немесе сілтемесін көшіріп, короткий URL, копировать батырмасын басып, кез келген әлеуметтік желіге жіберуге болады. Студенттердің жауабын тексеру үшін ответы парағына өтеміз. Мысалы, отдельный пользователь блогында әрбір студенттің жауабын тексереміз. Қандай сұраққа дұрыс жауап берді, қандай сұраққа жауап берген жоқ. Тест жауабын бөлек кесте ретінде жүктеп алуға болады. Ол үшін создать таблицу батырмасын басып, тест жауаптары кесте түрінде көрсетіледі. Бұл кестені компьютерге жүктеп алу үшін файл, скачать, Microsoft Excel документі ретінде немесе PDF документ ретінде жүктеп алуға болады. Міне барлық студенттердің жауабы, жинаған балдары бізде көрсетіледі. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.